Жылда тамыз айында тау арасындағы жалғыз отырған үйімізге екі атты адам келіп, әкем мен анама қоқан-лоққы көрсетіп, қорқытып үркітіп, қорадан бір семіз ешкісін тартып алып, аттарына өңгеріп, бақыртып алып кететін. Ол кезде мен кішкентаймын. Еш нәрсенің мәнісін түсінбейтін жаста едім. Дастархан басында әкемнің аузынан тұнжырап отырып шыққан сөзіне құлақ түріп, менде іштей бір ыза кек пайда болатын. Келген әлгі екі адамды іштей жек көріп, бұлар кімдер деген түсініксіз ойлар мазалайтын болды. 10 жасар кезім, үйден сәл алыстау жерде ойнап жүргем. Кенет үй жақтан шаң-шұң дауыстар естілді. Жүгіріп үйге келсем, сол баяғы екі атты адам тағы да келіп әкеме салығыңды төлемесең бір ешкіңді алам, айдап кел ешкілеріңді қораңа деп, әкемді атпен қақтырып жатыр екен. Үйдің қасына келіп тұрып қалдым. Әкем анама бала келіп қалды, оны тасада ұста дегенде ымдады. Анам жаныма келіп, балам жүре ғой қарағым деп, менің қолымнан ұстап, сен мұны көрмей-ақ қой деп тұрғанда, әлгілердің бірі аттың басындағы жүгенін сыпырып алып, әкемнің басынан ұрды. Әкем сол күйі отырып қалды. Анам әкеме тұра ұмтылды. Әкем орнынан тұрғанда бетін қан жуып кетіпті. Сол кездерде әкемнің жасы шамамен 87-лерде. Оның бетіндегі қанды көріп, не болып не қойып жатқанын түсінбедім. Бар білерім, жұдырығымды түйген бойда жүгіріп барып, аттың үстінде тұрған әлгілердің бірінің білегінен қыршып тістеп, жібермей жабыстым. Басында жүгені болмаған соң ат бет алды шаба жөнелді. Әлгі адам екінші қолымен басымнан төбелеп жатыр. Ашу ызадан ба оның ұрғанына шыдап, қолын қыршыған жақтарында ашпастан мен де жібермедім. Тістеген жерден аққан қанға аузым толып, иегімнен аға бастады. Осы кезде қолына бақан ұстаған анам жүгіріп шығып, аттың алдынан шығып тоқтатты да, балам қолын жібер деп айғай салды. Мен қыршып тістеп тұрған тістерімді босатқаным сол еді, аттан жерге құлап түстім. Екінші аттадан бізге жақын келіп тоқтаған. Анам бақанмен ұрып, оны аттан ұшырып түсірді. Аяғы үзеңгіге ілінген ол ат бауырына сүйретілген күйі кете барды. Анам ештеңеге қараған жоқ. Менің қолымнан жетектеп үйге қарай келеміз. Әкемнің бетін қан жуған. Анам әкемнің бетін сумен жуған соң қарасақ, жүгеннің ауыздығы шекесінің етін айырып кетіпті. Бір көзі ісіп, жұмылып қалған. Кесілген жерге киіз күйдіріп басып, қанын тоқтаттық. Абыр-сабырымыз басылған соң анам далаға шығып, тез жетерді ертіп, ешкілерге бар деп мені жұмсап жіберді. Мен тау салаларына көз жүгіртіп, ақтекені іздедім. Алыстан көзге ең алдымен сол көрінетін. Көзіме түсе қоймаған соң жүгіріп тауға беттедім. Маған еріп жүретін тез жетерді көрінбейді. Кереге тастың үстіне шығып қарасам, ешкілері бір топ болып жиналып қалыпты. Жүгіріп келіп алдына шығып үй жаққа қарай айдасам беттемейді. Күштеп айдап ақыры күн бата үйге әрең жеткіздім. Алдымнан шыққан анам, неге сонша кешіктің деді. Ана ешкілер үйге қарай жүрмей қойды. Күштеп айдап келдім дедім. Анам сонда, әруағыңнан айналайын шекшек ата, ешкінің пірі ғой. Бұлар өте ақылды. Жаңағылардың келгенін біліп, бой тасалағаны ғой деп, екеулеп қораға кіргіздік. Жүр әкеңе барайық деді анам. Үйге кірдік. Әкем ақматамен басын байлап, төрдің алдында отыр екен. Мен кіре сала әкелеп, жылаған күйімде жүгіріп барып, әкемді құшақтадым. Әкемнің мынадай күйге түскеніне жаным күйіп, ыза кегім қайнап, оған жаным ашып, бар қолымнан келгені осы болды. Әкем болса мені құшағына қысып, намысыңнан айналайын жалғыз қорғаным деп, көзіне жас алып, жанына отырғызды. Жылама ұлым, ер жігіт жыламайды, қорқақ, жасықтар ғана жылайды деді. Сонда да мен намысым келіп, өкпемді баса алмадым. Есік жақта отырған анам, біздің арқа сүйейтін ешкіміміз жоқ екенін біліп алған, әттең баламыздың жас болып тұрған-ай деп, жаулығының ұшымен көзінің жасын сүртті. Осылардың басынғаны жаныма тиді. Жылда бір ешкімізді өңгеріп тартып алып, бұлар шектен шықты. Мен даянған жоқпын. Бақамен ұрып атынан ұшырып түсірдім деп әкеме айтып жатты. Кейін ер жетіп есейген соң білдім. Кемпір мен шал тауда жалғыз үй. Тамыз айында ешкі етінің емдік шипасы болады екен. Ол кезде мал салығы, жан салығы үшін пұл жинайтын кез. Біздің үйге келген сол ауыл советтің фин агенттері, бірі бастық, екіншісі көмекшісі екен. Жылдар өтті. Әкем де анам да дүниеден өтіп кеткен. Жарым Күнқияштың бірге оққан курстас қызы бізді Жамбылға тойға шақырды. Күнқияш екеуміз бақытты күндеріне тілегімізді айтып, үйге қайтқалы жолға шықтық. Күз. Күн өте салқын. Сол үйден бір қолы жоқ қарияда еріп шықты. Үлкен жолдың бойында 3-4 сағат тұрып Шымкентке қарай көлік күттік. Көлік шықпады. Күн батуға таяды.
Енді не істейміз деп абыржып тұрдық. Әлгі қария бізге осында бір танысым бар, соның үйіне түнеп шығайық, мені жетектеп алыңдар деді. Тойдан шыққан 4-5 жанбыз. Арамыздағы бір келіншек қарияны сүйемелдеп жаңағы үйге де жеттік. Шай суын беріп қонақжайлық танытты. Ертеңіне ерте шығып, үлкен жолдың бойында жол тосып тұрмыз. Бір кезде сарылдап гүрілдеп бір ескі автобус ыңыранып келіп тоқтады. Мініп алдық, жүріп келеміз. Жамбыл мен Шымкенттің арасындағы Шақпақ-Ата деген жерге келіппіз. Қарияны жетегіне алған келіншек, қолыңызға не болған, соғысқа қатыстыңыз ба ата деп сұрады. Жоқ қарағым, басқа таяқ тілден деген, өз тілім, өз ісіммен тапқан ауру. Айта берсе ұзақ әңгіме. Айта отырыңыз ата, жол қысқарсын. Не айтқаны бар, нағашым ауданда военком қызметінде болды. Ер азаматтардың бәрі соғысқа кеткенде мені броньмен алып қалды. Ауыл советін басқардым. Соғыс аяқталған соң колхоз бастық болдым. Одан түсіп шабарман болдым. Менің бастығымның әдеті екен. Жылда тамыз айында ешкінің піскен кезінде ем үшін етін жейді екен. Китаевка селосындағы ауылдың жоғарғы жақ тау арасында бір қарт кісі отбасымен тұратын. Ешкісі көп. Жылда барып сол қарияның ешкісін тартып алып, қорқытып алып кететінбіз. Сол әдетімізбен әлгі қарттың ешкісін әдеттегідей тағы тартып алуға барған едік. Қария, мен сендер үшін ешкі асыраған жоқпын деп, сол жолы ешкілерін айдап әкеле қоймады. Сонда мен атымның жүгенін сыпырып алып қарияның басынан ұрғанмын. Сол кезде қайдан келе қалған қайдам, оның титтей баласы оқша атылып, жүгіріп келіп, менің білегіме тас кенеше жабысып, жібермей қалды. Ауыртып тістері жанымнан өтіп барады. Сол қолымен баланың басын қайынша төмпештегенмен болмады. Әлгі бала солайша қолымның сіңірін қиып жіберіпті. Содан менің қолым шолақ болмаса да бір жағына қисайып қалды. Кейін басыма іс түсіп қамалып кеттім. Сібірдің түрмесінің аязына шыдай алмай, осы қолым ісінді. Ақыры болмаған соң қолымды кесіп тастады. Әлгі менің қолымды тістеген баланың тістері өткір екен. Тісінің уымаған қағына жабысты. Міне, менің қолымның шолақ болып қалу тарихы осылай деп сөзін аяқтады қария. Қарияның сөзін тыңдап отырған мен жай көз қиығыммен келіншегіме қарадым. Әйелімнің де түрі сұрланып маған қарады. Автобус Шымкентке жетіп қалған. Осындай күтпеген жерден кездесу менің алдымнан шықты. Мен бұған қуанған да, өкінген де жоқпын. Әйелім бетіме қарап, бұл әңгімені есіңе алма, ойыңнан шығарып таста деді. Сол сәтте мен әкемнің мені құшақтап тұрып, жалғыз қорғаным деп, көзіне жасалған сәті есіме түсті. Көңілім босап, әке анама деген сағыныш кеудемді қысып, көзіме жас үйірілді. Әкем мен анамның қарғысы бұл адамды жібермеген екен. Әңгіме авторы Үрмет Алмахамбетов, Қазақстан Республикасының халық емшісі.